run against you. Біз аргументімнің YouTube арнасындамыз, және де тағы да сіздермен бірге біз Ника. Да, Ника. Және мен Айбат. Сонымен Ника осы жолы қандай сұрақпен келіп отырсың маған? С новым вопросом я пришла. Тоқтай тұр, өткендегі мен саған ұсынған кітапты оқып шықтың ба? Ну, конечно, әрине. Талдадың ба? Там уже обзор, там вообще... Ұнады ма? Да. Жақсы, онда ссылкасын кешке жібере сал, мен көретін боламын. Хорошо. Жақсы. Все, доволен? Да. Енді Вот. сұраққа көше берейік. Вот что, можно? Спасибо большое. Мен ойым негізі жақсы қазақ ол ата-бабамыз бұрыннан келе жатқан жаман нәрсені предлагать етпейді ғой, қарап отырсаңыз. Алып қашу қызды мысалы көшеде келе жатса, жігіттер машинамен келіп алып қашады, немесе жігіт пен қыз жүріп жүрсе, олардың ата-аналары үйленулеріне рұқсат бермеген кезде олар өзара келісіп, қызды алып қашады. Не үшін алып қашады дейсіз? Енді келін керек. В общем, смотри, к нам в аргументум пришла филиппинка, мы с ней разговаривали, и она была в шоке от того, что в Казахстане очень многие люди выходят замуж рано. И я сама как бы девушка на выданье уже считаюсь, и еще в платьике сегодня красивым. И еще я очень много видела в последнее время видео, где крадут невест, и как бы это нормально. Ну, негізі ол дұрыс. Енді? Өйткені себеп. Иә, мен саған енді айтып берейін. Да. Қызды екі-ақ жағдайда алып қашады. Ага. Қазақ салтында. Біріншіден, ата-анасы рұқсат бермесе, бірақ қыздың келісімімен. Екіншіден, жігіттің қалмал төлеуге жағдайы жетпесе. Бұл жерде де қыз келісу керек. Подожди, не грузи. То есть девушка должна быть согласна, это первое. Ну, это я согласна. И, короче, либо ақша жетпейді, либо родители против. То есть денег, да. Да, да. На қалым. Ата-анасы келісім бермесе, бұл негізі қазір ғана емес, барлық замандарда болған бұрынғы. Ну вот, а сейчас это зачем? Сейчас это, мне кажется, я такой вот это так девушку красть. Ну, адамдар қазіргі заманда да ата-анасы келісім бермейтіндер бар, әлімге дейін. И ақшасы жете бермейтіндер де бар, көріп отырсың ба? Бірақ но девушка должна быть согласна. Ты видел эти видео, где просто ее запихивают в машину, и она там орет, и это дұрыс? Это дұрыс емес. Это потому, что әрбір адам қазақ салтын өз теріс мағынада түсініп, теріс жақта қолданады. Ну, забывается, конечно. Да, әр салттың негізі түп тамыры дала философиясынан алынып жатыр. Сондықтан, егер салтты дұрыс түсіне білсек, барлығы да жақсы болады. И қалмалға тоқталайық. Қалмал салтында, егер ата-анасы рұқсат бермесе, қызды алып қашып кететін, қыздың келісімімен бұл жерде, да? И екінші себептің өзі екіге бөлінеді, яғни жігіт қызды алып қашады да, оны тығып қояды. Я знаю, что он должен ее спрятать, они его не должны найти в течение, по-моему, месяца, да? Ну, примерно, да. А если он ее спрятал и его не нашли, то он прям вообще керемет, прям вообще молодец. Да, неге? Өйткені ол қызды жасыра білді, ол болашақта да қорғап, оны асырай алады деген. Типа из него толк выйдет. Да, сондай. Ал екінші себебі, ол бала күннен бастап өскенде, олдың қазақта несібесін береді, еншісін береді. Яғни ол ұлға мал бөліп береді салт бойынша. И ол малды өсіріп, жетілдіріп, ухаживает, заботится. Да, кейін оны саудаға салаттағы ақшасын жаңағы қыздың қалың малына береді. То есть тут, в принципе, там смысл не в том, что вот я тебя покупаю за этот скот, а типа смотри, какой я молодец, я это все вырастил, я могу ухаживать, я хозяйственный. Яғни, иә, сенің да қызыңды болашақта жақсы жағдай жасаймын деген сөз. Иә, сондай мағынада. Ал егерде басқа адамдар қазір көбейіп кетті, яғни заңсыз болып саналады, ол қыздың келісімінсіз ұрлап кетіп, босағада үлкен кісілеріміз жатып алып. Вот честно, когда такие видео смотришь, там прям сердце әрине жүрек ауырады, себебі қыздың болашағын қиып тұр бұлар. Екіншіден үлкен кісілеріміздің сондай әрекетке баруы әрине ерсі, себебі қыздың келісімінсіз адамды қинау ғой бұл. Осындай себептен. И саған осы жолда тағы бір кітап ұсынайын. Шаршама, оқы. Бесплатно ма? Әрине. Класс. Мен саған... Я люблю халяву просто. Спандияр Көбеевтің «Қалмал» романын ұсынам. Сол романды алып оқып қарасаң, сол жерде барлығы жазылған. Бірақ алдын ала дайын бол, ол жерде қайғылы сәттері де бар. Хорошо. И
Ну, как Айтпақшы. всегда, прочитать, понять, ничего не пропустить, снять обзор, потому что надо же хорошим делиться, да, как я уже говорила. Да, әрине. Өткенде біздер аргументумде болғанымызда бізге филиппиндік қонақ келді дағы. Сол кісімен осы жөнінде де дискуссия болды. Слушай, да, надо же еще какого-нибудь иностранца увижу, скажу, так, прочитайте вот эту книгу, классная. Да, сол кісімен негізі ақылдасып бәрін шешіп қойдық. Бірақ сен ол кезде болмадың. Сонымен Я косяк, ладно. кітапты ұмытпа, оқы, талда, обзор жаса, халыққа ұсын. Келесі кездескенше сіздермен сау болыңыздар. Пока. За тебя Колым отдам, душу дьяволу продам, и как будто бы с небес все к тебе толкает вверх. Хохма. Все, хохма, это сыр. Хохма, это есть... Хохмит, это типа шутит. И есть такой сыр. А мы начали? Да? Сәлем, біз... Нас скоро сейчас уволят. Я не поняла, ладно.